Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Кеше ата жақпайтын бір нәрсе жеп қойды ма, білмеймін, бүгін іші өтіп, шалбарын кішкене бүлдіріп қойыпты. Сонымен далаға судың астында жуып тазалайын деп бірінші шайып алдым, одан кейін барып кір-машинкаға саламын. Қыздар, сосын сіздерге айтқым келіп отыр. Маған біраз комментарийлер келіп жатыр. Жаңа қайнағамның парақшасынан скрин жасап, қаншама оқырмандарын жіберіп жатыр. Қайнағамызға дұрыс қарамаған, есік алдына шығарып жібереді келін деп сөйтіп алып кеттік деп жазыпты комментарийларында. Сонымен қатар атаның да 4 жылдан бері нянкісі бар, нянка қарап жатыр, ол келін әшейін жүр деп сондай бір енді пікірлер кетіп жатыр екен. Ол жерде енді білмеймін, адамдардың пейілдері қандай болып бара жатыр. Ол нянка 4 жылдан бері менің атамның нянкісі жоқ, менің жолдасым және мен қарап жатырмыз. Және де туған туыстары, атаның бауырлары келіп шомылдырып, арасында менің жолдасыма көмектеседі атаны. Аптасына бір рет келіп шомылдырып беріп кетеді, ал қалған күні барлығын өзіміз тазалап, жаңағы үлкен дәретке отырса, кіші дәретке отырса да памперсін барлығын ауыстырып, жуып тазалап, осылай тамақ шайын береміз. Мен осы 5-ші қызымды босанғаннан кейін кішкене қиналып қалдым. Жолдасым да жұмыста болды вақтада. Сол себепті нянка жалдаған болатынбыз. Мен февральда босандым. Нянкамыз апрельдің ортасынан бастап келді. Атаға азанда келіп, кешкі 5-ке дейін қарайды. Қалған уже кешкі уақытта өзіміз қараймыз. Және де жолдасым осылай көтеріп душевойға апарады, ағалар келген кезде немесе өз жалғыз болғанда комнатада кәдімгідей тазикке шомылдырып ала береді. Бұл комментарийдің астында былай да жазыпты, жаңа ағасының, қайнағасының арқасында көтеріліп жатыр, сонда бұл келін өтірік қарайды, жаңа просмотр, лайк үшін сондай жақсылықтар жасап салама десе, қайнапкем я сондай салат пахазуха деп сөйтіп жазыпты. И бір комментарий жаман жүрегімен батты. Бұл қайнағам, жаңағы қайнағамды айтып жатыр да, қараңғы қапаста өмір сүріп жатыр деп ше, біздің үйді айтып жатыр ғой енді. Ешқайда шығармайды деп ше. Если біз ол қайнағама қарамасақ, ешқайда шығармасақ, татты заттарын, жақсы жейтін, жақсы көретін заттарын алып бермесек, жуындырмасақ, шомылдырмасақ, давно шіріп кететін еді ғой, былайша айтқан кезде. Олай енді жаманғы пікір қылып, біздің бір 10 жыл қараған жақсылығымызды бір тиын қылып отыр да, былайша айтқанда. Сол жерде қайнапкем былай айтса да болады ғой, мысалға, я келініме інім қарады, оларға да рахмет, көп-көп Алла разы болсын, енді қалғанында біз қараймыз деген секілді сондай бір жылы пікірмен қалдырғанда, бұлай болмас еді. Бұндай видеоны мен негізі салам деп ойлаған жоқпын. Ол кісінің дәрежесіне мен түскім келген жоқ та. Бірақ бізді енді жамандап, қаралап жазып жатыр екен. Жүрегіме қатты батты, налы болдым да. Если жаңа атам бұлай жатқанда, енді инсульт алғанда бір 7 жылдай болып қалды да. Тәй ондай қатты проличный жарасы ондай түспейді. Кішкене түссе сразу мазын жағып, дәрісін жағып, арақ спиртпен сүртіп, сөйтіп тазалап алам да. Мінекей осылай әлсізденіп, әлсіреп, давлениесі көтерілген жағдайда давлениесін өлшеймін, системамды, уколымды салам. Енді шамам келгенше өйстіп қайнағаммен қайнатама қарадым. Мысалы бұл кісілер нянкісі енді деген кешке дейін қасында жатпайды ғой, мысалы 5-6-ға дейін істейді, одан кейін ол кісі кетеді, одан кейін ол кісі деген үлкен дәретке отырмай ма, кіші дәретке отырмай ма, соның барлығын кім тазалайды мысалға да? Жолдасым барда жолдасым тазалайды, жолдасым жоқта вақтада мен тазалаймын деген секілді. Қараңыздаршы, қайнағам қалай көңілді жүр біздің үйде. Бір как будто бір біз қинап ұстағандай, ойбай ол үйдегі бармайды, барғысы келмейді, олар деген жаңағыдай миын ашытады, олар қарамайды дұрыс деп сондай бір жаман пікірлер жазып жатыр екен. Мен жаман болсам, жаман келін болсам, мен балаларымды қайнағам қасына жолатпайтын ем да. Қараңыздаршы, емін еркін балаларымда қасында деген мейірімді болып ойнап жатыр, балаларының маңдайына сүйіп жатыр, соғым беріп жатыр да. Былайша айтқан кезде жаман жаңағыдай пікірлерді естіген кезде жаман болдың ғой. Бірақ енді бір Аллаға тапсырдым да, менің көріп жатқан, менің жасап жатқан жақсылығымызды жолдасым екеуміздің бір Алла тағалам ғана көріп тұр. Адамға ешқашан жақпайсың деген рас екен да. Мен комментарийдан көріп жатырмын ғой барлығын. Қараңыздаршы, менің істегенімді, жолдасым істегенін балаларымыз, қыздарымыз қайталап, мына қайнағамның типа шашын жуып атқандай қылып істеп жатыр да. Мына жерде енді қайнағамыздың шашын аламыз. Мына видеоның барлығы менде естелік болып қалған. Бірақ енді өкінішке орай осындай жағдайда мен қайта салып отырмын да. Бұлай салам деп мен шұқтасам да түсіме кірмепті да. Енді ол жерде енді біраз комментарийлер жазылған, енді бірін айтсам бірін ұмытып қалып жатырмын. Мына жерде ше маған скрин жасап оқырмандарым жіберіп жатыр да. Мен үнемі атамыздың осылай батасын алып жүреміз. Бір жерге кететін болсам рұқсатын алып, біз осында барып келеміз деп айтам. Қайнағамды төрге шығарамын, үйімізде үнемі қонағымыз үзілмейді. Мен если жаман келін, жаман қараған болсам да, мен мүлдем бұлай күтпес едім, үйіме ешқандай қонақ келмес еді.
Енді біраз пікірлер сөйтіп жазыпты. Енді қайнағам жаз шыққан кезде өзі есік алдында ағаштың түбінде отырады. Кір десем мені тыңдамайды, жолдасымды ғана тыңдайды да. Енді жолдасым жұмыста кезде, бірақ обедін как положено кешкі ужины ішеді да, есік алдында сол жақта демалып есік алдында отырады. Одан кейін келіп жатады мысалға. Соның барлығын далаға шығарып жібересің, қарамайсың, қап-қара болып кеткендей күннің астында мен тыңдамасам мысалға да. Білмеймін енді адамдарға қалай жеткіземіз. Атамызды, қайнатамызды осылай шамамыз келгенше жолдасым жалғыз өзі шығарып тұрады есік алдына, кейде жаңа балконға жатқызып қоямыз. Оның барлығын мен мысалы суретке түсірмейді екен. Жасаған жақсылығыңды ешқашан көрсетпе дейді ғой. Бір Алла тағалам көріп тұрса болды. Мен ол кісі секілді жеген тамағын, еле болмаса жаңағыдай жүрген жерін, парикмахерға апарғанын, одан үйге келгенін барлығын үтір нүктесіне дейін видеоға салып жатыр екен. И әрбір адамға жекесіне шығып мені жамандап, жолдасым жамандап айтып жатыр екен. Бірақ мен ол кісіні комментарий жазылған хейт адамдардың барлығын бір Аллаға тапсырдым. Ешкімге ақталмаймын. Менің жақсылығымды бір Алла ғана көріп тұр, және де атамның туған туыстары үнемі маған баталарын беріп отыратын оқырмандарым бар. Аллаға сансыз шүкір, осындай дәрежеге жеткізген бірінші Алла тағалам, екінші осы менің влогымның арқасы, осы кісілерге жасаған жақсылығым. Мен оның барлығын комментарий, просмотр үшін салмаймын. Маған TikTok не Instagram ешқандай да просмотр үшін ақша төлемейді. Соны елдер енді әпкелерім бәрі ойлап жатыр ғой, просмотрға ойбай қайнағасын түсірді, қайнатасын түсірді, миллиондап табыс тауып жатыр деп та. Жоқ, Алланың берген несібесін тауып жатырмын, Аллаға сансыз шүкір. Бірақ просмотр болсын, ол лайк болсын, ешқандай да ақша төлемейді. И мен үнемі атам мен қайнағамды түсірмеймін ғой. Арасында жаңағыдай рецепттер түсіремін, лайфхак түсіремін деген секілді. Сондықтан да ондай жаман пікірлерді енді маған жібермей ақ қойыңыздар. Не істесе оны істесін. Біз ол ағамызды, қайнағамызды қуып жүрген жоқпыз мысалға да. Біз қараймыз деп өздері алды бүкіл несімен бірге, документмен. Енді бізге реніш жоқ шығар. Бірақ балаларымды, қыздарымды шомылдырған кезде обязательно қайнағамды аяқ қолын, құлақтарын тазалап берем. Бұл кісі де енді бала секілді ғой. Ауру кісіні баққан адам ғана түсінеді, ал бақпаған адамға бәрібір қарамапты, анау-мынау деген сөздері көп. Арасында осылай балконға атамызды, нянкамыз екеуміз шығарып қоямыз, кішкене таза ауа жұтсын деп. Енді бұдан артық білмеймін қалай қарау керек. Маған да кішкене болсын жаңағыдай рахмет, келін бала қарап жатыр деген бір күшті жылы бір пікірін әпкелерім жазса, мен қалай қараймын аға, бұдан да керемет қылып қараймын мысалға да, атама да, қайнағама да. Бірақ енді адамдарға ешқашан жақпайды екенсің ғой. Арасында енді маған енді блогер болғаннан реклама түседі деген секілді, осындай коллагендер келеді, витаминдер келеді. Оның барлығын балаларыма да беремін, одан бөлек қайнағама да беремін да. Барлығымызды бірдей көремін. Мен білмеймін, өзімнің жүрегім сондай таза ма, тәрбием сондай ма, білмеймін ше. Бірақ енді ана жерде адамдардың пейілдері, өздері қандай нашар пейілдері да сондай болып тұр ғой, көрдіңіз ба? Мені да сондай жаман көріп тұр да, қайнағасына жаңа өтірік қарайды, просмотр үшін деген секілді. Енді мен блогер болғаннан кейін мен өзімнің влогымды салам, келіндік влогта, былайша айтқан кезде күнделікті не істеп жатқанымды, тамақ істеп жатқанымды, рецепттерімді, лайфхактарымды, пайдалы ақпараттарымды, одан бөлек атаға қарап жатқанымды, тамақ беріп жатқанымды, қайнағама қарап жатқанымды деген секілді. Өйткені қаншама оқырмандарым сондай контент күтеді да менен. Сіздің контенттеріңіз қызықты, жаңағыдай прикольный, арасында жаңағыдай мейірімділігіңізді, соның барлығын сізден біз мотивация аламыз, сіз салып тұрыңызшы көбірек дегеннен кейін ғана салам. Атак мен күнде жаңа қайнағамның, атамның не істеп жатқанын мен көп сала бермейді екем. Мен ондай мақтануды біз білмейді екенбіз ше, жаңағыдай ойбай мен былай қарап жатырмын, олай қарап жатырмын деп ше. Ең бастысы төбеде Алла тағалам біздің жақсылығымызды көріп тұрған болса болды. Балаларымнан жақсылықтың барлығы қайтса болғаны. Ал адамға ешқашан адам жақпайды. Қанша жақсылық жасасаң да тамағыңды